Баршаларыңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін осындай ай пішінімен жасалған Рамадан тортының рецептісін ұсынамын. Өте ерекше дәмді торттардың бірі. Жасап көріңіздер, нағыз ораза айында ауызашарға таптырмас тәттілердің бірі болып табылады. Жасалу жолының барлығын толықтай көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Алдын ала рахмет айтамын. Ең алдымен газге түбі қалыңдау ыдысқа сары май мен таза балымызды салып ерітіп, үстіне бір қасық ас содасын салып, осылай реакция жүргенше араластырамыз. Содан соң бөлек ыдысқа құйып алып қоясыздар, тез суы үшін. Сол аралықта жұмыртқа мен қантты миксермен болмаса венчикпен жақсылап араластырып, ерігенше араластыратын боламыз. Содан кейін медті қосып, яғни суып тұрған массаны екеуін дәл осылай араластырып шығамыз. Біркелкі болғаннан соң ұнды салып, осылай жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабысқақ болып тұрады. Холодильникке 1 сағатқа алып қоясыздар. Жұмыс жасауға ыңғайлы болып, формасын ұстағаннан соң пергаментке ұнды төсеп, оқтамен жақсылап жан-жаққа қарай жаямыз. Жұп-жұқа болғаны дұрыс. Сол кезде корждарыңыз креммен сіңгенде өте әдемі жіңішке торттың корждары болып шығады. Осылай жайып болғасын, мен ай формасына келтіріп жасадым. Рамазан айы болғаннан кейін, және бұл торттың атына Рамадан торт деп атадым. Сол үшін айдың пішінін А4 форматта ақ қағазға салып қиып алдым. Керек форманы осылай жайып болғасын үстіне қойып, пышақпен кесіп аласыздар. Басқа артық бөлігін алып тастаймыз. Содан соң үстін шанышқымен тесіп шығамыз. Менен дәл осындай формамен 5 коржы дайын болды, және артық қалғандарынан печенье жасап жібердім. Ол да өте дәмді болып шықты. Кәдімгі балды печенье болып шығады. Одан кейін пешті қыздырып қоясыздар. Пештеріңіз қызғаннан соң барып, осы корждарды кезек-кезек пісіріп алатын боламыз. Қарап тұрып пісіресіздер, өйткені жұқа болғасын тез пісіп кетеді. Дәл осылай барлығын пісіріп алғаннан кейін біз тортты жинайтын боламыз. Крем менде сливки, творожный сыр және сахарная пудра. Осы үшеуді араластырып, әдемі крем шықты. Сонымен тортты жинайтын боламыз. Вупи-пайды жинаған сияқты, сондай шариктермен әдемілеп тортты жинап шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, міне айдың формасы шықты. Осылай барлығын пісіріп алдым. Енді тортты жинайтын форманың үстіне кремді жағып жібереміз. Коржды қоямыз. Бұл жылжып кетпеу үшін осылай жағып қоясыздар. Одан кейін барып өзінің формасымен әдемілеп барлығын бірдей етіп жинаймыз. Және ортасына бір бөлігіне банан салдым, екінші бөлігіне клубничный варенье, соны салып шықтым. Дәмі ерекше дәм болсын деп. Банан мен крем деген өте керемет үйлеседі дәмі. Осылай жинап, бір күнге алып қойсаңыздар тіпті керемет болып тұрады. 4-5 сағатқа алсаңыздар да болады. Ең бастысы, ұзақ тұрған сайын бұл торттың дәмі кіре береді. Корж бен крем бір-біріне сіңіп, тортыңыз жұмсақ болып шығады. Жасалуы барлығы негізі осы медовый торттікіндей, бірақ формасы басқа болғасын өте әдемі болып шығады. Рамазан айында продажаға шығарсаңыздар да өте керемет торт, және қолжетімді бағада сатуға болатын торттардың бірі. Кремін тек творожный емес, басқа сметан, жаңағы сливкидің өзімен, сол басқа да кремдермен алмастыруға болады. Ең бастысы торттың формасы әдемі, және әсемдеулеріңіз өте әдемі болса болғаны. Сіздерге қазір қалай тортты әрлегенімді, торттың ортасын кесіп, солардың барлығын көрсететін боламын. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Ұнатқан болсаңыздар, осы рецептпен жасап шығыңыздар. Бірден жасағана шығатын оригинал рецепттердің бірі. Үстін басып-басып жібересіздер, сол кезде крем сіңіп, біркелкі түп-түзу торт жиналатын болады. Мына менде клубничный варенье, өзімнің жапқан вареньем. Болмаса, свежий клубника, банан болса қоса беруге болады. Ол ешқандай да артықтық етпейді. Керісінше керемет дәм беріп, ерекше тәтті креммен үйлескен дәм болып шығады. Менің YouTube каналымда басқа да торттардың жасалу жолдары бар. Олардың барлығын мен мастер-класстан оқып алған, рецептпен жасағанмын. Қалай бар, солай жасасаңыздар, сіздерден де керемет торттар, мен жасаған рецепттердің барлығы шығады. Өйткені бұл ешқандай
құпиясы жоқ, өзімнің жасаған, оқыған мастер-класстарымнан көрсеткен рецепттерім. Мінекей осылай жасап шықтым. Қазір үстін әрлейтін боламыз. Клубника қойсаңыздар тіпті керемет болып шығушы еді, бірақ менде клубника болмағасын осындай оформление жасадым. Жазу менде шоколадтан жасалған, кондуримен боялған, және жаңа қалған бөлігінен печенье жасаған бөліктерім осы жүрек формасындағы печенье. Бұл да өзіндік дәмі бар, әдемі печеньелердің бірі болып шықты. Рецепт, менің жасаған видеом барлығы ұнаса, лайктарыңызды басып, мені қолдап өтіңіздер. Каналымның дамуына үлесіңізді қоссаңыздар, мен қуанып қаламын. Алда көптеген видеоларды шығарамын. Менімен бірге болыңыздар, мені қолдаңыздар. Оразаларыңыз тағы да қабыл болсын. Барлық арман мақсаттарыңыз, дұға тілектеріңіз орындала берсін. Қазір сіздерге ортасын кесіп көрсететін болам. Ортасы мінекей. Менде бұл 5 сағат тұрғандағы формасы, соның өзінде жұмсарып әдемі болып қалған. Банан барлығы әдемі үйлескен. Үйлеріңіздегі ауыз бекіткен жандарға жасап, өздеріңіз қуантып қойыңыздар. Мінекей бананның өзінің ерекшелігін көріп тұрсыздар. Дәмі енді керемет, жұмсақ, ауызда еритін нағыз торттардың бірі болып шықты. Каналға жазылып кетіңіздер. Көргендеріңізге көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.